Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін менікіндей трендтегі удлиненный челканы жасап үйренгіңіз келсе, видеода мен сізбен бөлісетін боламын. Бұл челканы үй жағдайында өзіңіз кесіп, укладка жасауды үйренесіз. Осы удлиненный трендтегі челканы мен уже өзіме 4-5 жылдан аса кесіп, укладка жасап жүрдімін. Видеода тез және қалай оңай жасаудың жолын толығырақ көретін боласыз. Ең алдымен шашты жақсылап жинап аламыз және видеода көріп тұрғандай домалақ арка қылып челканы бөліп алу керек. Дайын болып бөлінген челкамызды сумен 100% жақсылап сулап аламыз. Міндетті түрде 100% сулы болу керек. Сулап алған шашымызды жақсылап тісі жіңішке тарақпен тарап алу керек. Сол кезде шашыңыздың қай жері ұзын қысқа екені анық көрінетін болады. Және қалыңдығы бірдей емес екенін көріп алып тексеру қажет. Тарап, сулап дайын тұрған шашымызды енді кішкене слабый қылып бұрап аламыз. Бұрап, орап, ұшын ұстап тұрамыз. Ұзындығын қысқа болып қалмау үшін міндетті түрде еріннің көлемінде тұрған жерден шашты кесу керек. Жоғары кесеңіз өте қысқа болып қалады. Ал кесіліп болғаннан кейін шашты жақсылап тарап, қарап аламыз. Формасы қалай шықты? Көрдіңіз бе? Формасы жартылай овал шықты. Кішкене ортасы қысқарақ болса, челкамыз укладкаға жақсы келетін болады. Сол себепті ортасын видеодағыдай қайшының ұшымен ғана сәл-сәл ғана кесетін боламыз. Енді ортасындағы кесілген шашты солға қарай кішкене ғана қайшының ұшымен бір-біріне сәйкестендіреміз. Дәл солай оң жақ бетінде кішкене бір-біріне овал форма шығу үшін сәйкестіреміз. Міндетті түрде қайшының ұшымен ғана кесу керек. Сол кезде челкаңыз қатты ойылып кесіліп қалмайтын болады. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі овал, ортасы қысқа, екі жаны ұзын, осындай трендтегі челка шықты. Енді укладка жасап үйренеміз. Укладкаға бізге міндетті түрде домалақ тарақ, яғни брашинг және фен керек. Домалақ тарағымыз брашингтың диаметрі 28 мм не 33 мм жеткілікті. Одан үлкен болса челкаңыз қатты көтеріліп кетеді, одан кіші болса шашыңыз бұйраланып кетеді. Ал енді дайын болған кекілімізді бірінші жақсылап осылай ішке қарай тартып, орап, тараққа жинап аламыз. Дайын қатты тартылып тұрған шашымызды фенмен кептіреміз. Бұл ішке қайыру шаштың ұшының формасын сақтауына көмектеседі. 3-4 рет қана фенмен жүру жеткілікті. Өте көп кептіруге болмайды. Пересушите. Ал енді көлем, яғни объем жасауға көшеміз. Бірінші видеодағыдай тараққа әдемілеп шашымызды сыртқа қарай қайырылып, тараққа жинап аламыз. Содан кейін ғана ыстық фенмен тарақты төмен жоғары және артқа қарай тарту арқылы кептіреміз. Сол кезде кекіліміздің түбінде үлкен объем көлем пайда болады. Көп кептірмеңіз, шашыңызды қатты кептіріп жүрсеңіз, формасы шықпай, тыңдамай қоятын болады. Фенмен кептіріп болғаннан кейін ақырында бір қолымызбен тарақты ұстап тұрып, артқа қарай тартып, шешіп аламыз. Содан кейін өзіміздің ыңғайлы проборымызға бөлсек, осындай көлемді трендтегі удлиненный челка пайда болады. Осы көлем кешке дейін өзінің жақсы ұстап тұрады. Егер көлем біраз уақытқа формасын ұстап тұрсын десеңіз, міндетті түрде лакты алыстан сеуіп қойсаңыз болады.
Менен пайдалы ақпаратты жоғалтып алмау үшін маған міндетті түрде подписка жасап тіркеліп қойыңыз. Комментарияға қандай пайдалы ақпарат алғыңыз келсе жаза кетіңіз. Келесі видеода соған жауапқа видео түсіретін боламын. Ал сізге сәттілік, міндетті түрде қайталап көріңіз. Трендте болыңыз.